Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін бізде өтетін тақырыбымыз герунди. Көбінесе келетін тақырыптардың бірі. Дәл осы тақырыпты біз нұсқада көбінесе келетін сұрақтар бойынша талқылайтын боламыз. Так, go ahead. Бүгін бізде обычно кішкене көбірек сұрақтар, алдындағыдай 3 сұрақ емес, осы жолы более көп. Қазір көресіздер неше екен, санаған жоқпын. Так, let's start. Endings of gerund. Ең бірінші білу керек, герундидің қандай окончание, яғни соңында жалғанатын суффиксында. И бұл бізде герундида это всегда ing, уже білесіздер, да, уже ing. Герунди десе сразу ing. Дальше. The sentence with gerund. Герундимен келетін сөйлемді табыңыз. Герунди десе, білесіздер, жаңа айттым, окончаниясы ing, да. Сол үшін бізде ing еместерді алып тастаймыз, бізде и варианты көрінбейді. Сол үшін алып тастай саламыз. Так, енді during the lesson we practiced. Бізде үшеуі ing болып тұрғаннан кейін, мына жерде сөйлем беріп тұр. Қайсысы именно осы контекст бойынша келетіндігін табуымыз керек. During the lesson we practiced writing, немесе making up, немесе running a letter. Letter деп отырғанымыз хат, ал хат не істейміз, то есть жазамыз. Сол үшін бізде жауабы be болады, writing. Easy, да? Дальше, тоже герундимен келетін сөйлем табыңыз. Стоптен кейін біз білетін, то есть герундимен деп тұрғаннан кейін однозначно ing. То есть бізде мына жерде ing еместерді алып тастаймыз. Так, бізде see, ed, да? И енді бізде контекст бойынша тақта қараймыз. Мағынасы бойынша there is much noise, yes, stop. Так, көп звук шығып жатыр. Так, stop meeting деген болмайды, бір-бірімен кездестіру доғарындар деп айтады. Going деп болмайды. Swimming, то есть тоже стрёмно. Noise көп болып кетті, жүзу тоқтатыңдар деп айтады. Ұйықтап жатқанда почти обычный звук шығармайды. И бізде stop talking, білесіздер, уже stop talking. Сөйлеуді доғар, немесе chatting тоже сөйлесу, общаться, talking, то есть екеуі бір-біріне синоним. То есть stop talking, немесе stop chatting деп отырғанымыз дауыс шығармаңдар дегенді білдіреді. Сол үшін үндемеңдер, сөйлеуді тоқтатыңдар. Сол үшін бізде жауабы G and H болады. Қалғандары герунди формасы дұрыс болғанымен де бізде мағынасы жағынан келмейді қойған кезде. Бірінші герунди табасыз ішінен, ing-лар табасыз, одан кейін орнына қойып көресіз осылай. Қайсысы келеді мағынасы бойынша, сол дұрыс болады. Дальше. The appropriate variant. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, даже герунди деп берілгенде айтылмаған, мүлдем герунди немесе инфинитив деп осылай да берілуі мүмкін. Всегда сізге алып, ой, герунди деп бере салмайды. Сондықтан да өзіңіз көруіңіз керек кейде. For example, Gary is always in the kitchen. He enjoys. Егер де білетін болсаңыздар, герундидің бір формасы, ол кез келген екі етістік тұрады да, екіншісіне ing жалғанады. Бірінші етістік, мына жерде екінші етістік тұр, соған ing жалғанады. Бірақ сіз бірінші білуіңіз керек, мына жерде именно enjoy деген қай етістікке жатындығын. Enjoy ол герундидің етістігі. Сонымен қатар бұл enjoyдан басқа да етістіктер бар ол жерде. И егер де сол етістіктерді білгіңіз келсе, enjoyдан басқа қайсысы именно орнына басқа етістік болса, қайсысына одан кейінгі вербқа ing жалғанатындығын. Дәл осыны білгіңіз келсе, астына ссылка тастап кетем, соны жазып алсаңыздар болады. Окей. Так, енді enjoy деп отырамыз бізде однозначно герунди, сол үшін бізде жауабы be болады. Enjoys cooking. Екінші етістікке ing жалғанады, өйткені enjoy деп отырғанымыз бізде герундидің етістігі. Ал қандай етістіктер герундидің етістігі десеңіздер, тағы да айтам, астына ссылка тастап кетем, соны ашып қарайсыз да, мынау герундидің етістігі, значит, осы етістіктен кейін, мысалы, enjoy деген орнына басқа да етістік келіп қалса, сіз аласыз да екіншісіне ing жалғай саласыз. И все. Дальше. Мына жерде өзі беріліп тұр. Variant with gerund. Герундимен келген етістік. Жаңа айттым сізге формасы екі етістік келеді да, екіншісіне ing жалғанады. Егер де бірінші етістік герундиға жатса. Давайте. Бізде бірінші сразу ing дезейміз. Мына жерде ing жоқ, сиде ing жоқ. Бізде екі жерде ing тұр. Вот видите. И жаңа айттым, екі етістік келіп, екіншісіне ing жалғанса, и enjoy бізде однозначно герундидің етістігі. И сондықтан да бізде жауабы be болады. А falling leaf деп отырамыз. Қандай leaf? Это падающийся, құлап жатқан, это бізде participle бір. Participle бір немесе есімше бір. Егер де participle бір дегенмен әлі күмәнданатын болсаңыз, бізде арнайы видео сабақ бар, соны көріп алсаңыздар болады. Participle бірге арналады. Так что күтіңіздер, алда уақытта шығады. Так, дальше.
The verb used before gerund. Тоже етістікті айттым ғой жаңа, білу керек, себебі осылай именно кейде вербті табыңыз деп келеді. Не только просто ing тұрған герунди табыңыз деп емес, сонымен қатар именно қайсысы герундидің етістігі деп келеді. Дәл осылай. Это бізде герундидің алдына қолданатын етістік деп. Это бізде avoid однозначно. Avoid, окей, enjoy деген көбінесе келетін етістіктер. Так, бізде want, expect, ask, wish деп отырғанымыз инфинитивтікі. Инфинитив деп отырғанымыз тупо мына етістіктерден аласыз да, одан кейін to, мысалы go, етістің бірінші түрі. Мысалға I want to go, I expect to go, I ask to go, I wish to go. Ал именно avoid айтатын болсаңыз, avoid-тан кейін герунди тұрады, то есть avoid going. Easy. Так, егер де инфинитив пен герундидің етістігін білмесеңіз, тағы айтамын, ссылкада тұр астта. На всякий случай, it will be great for you. Так, келесі helpful, actually, да. Дальше, кейбір кезде былай беру мүмкін, герундимен де, инфинитивпен де тұратын етістікті табыңыз. Кейбір етістіктер екеуімен де қолдана береді, ешқандай да өзгеріссіз, мағынасында өзгеріс болмайды. Ондай етістіктер бізде begin, invite жатпайды, nope, start, avoid бізде герундиткі жаңа айттық, agree деген инфинитивтікі, а continue. Begin, start, continue. Love, like, hate, cease, stop дегенді білдіреді, cease, потом, так, can bear, can stand. Осы етістіктер бізде екеуімен де қолданады. Тағы да айтам, білмей қалсаңыз, астына ссылкадан алсаңыздар болады. И бізде мына үшеуі именно екеуімен де қолдана беретін етістіктер. Окей? Begin, start and continue. Көбінесе келетін етістер, так что жазып алыңыздар. Екеуімен де қолданады, бос деп тұр. Дальше, жаңа сіздерге айттым, герундидің формасы, типа екі етістік қатарынан тұрады да, екіншісіне ing жалғанады. Егер де мынау бірінші етістік, герундидің етістігі болса, я, герундидің алдында тұратын етістік болса. Ал одан кейін екінші формасы ол subject түрінде болса. Subject түрінде болса, subject деп отырамыз ең басында, subject'тың орнына басып тұрса. Ең басында тұрса, ing жалған. Вот, сразу однозначно көруге болады. Collecting stamps, yes, оның орнына it деген қосаңыз болады. It is very pleasant thing. То есть, it-тің орнына алып тастасаңыз, collecting stamps, одно и то же, да? То есть, это означает subject түрінде. Так, бізде көріп тұрсыздар, қалғандардың барлығы мынандай verb екінші етістік, екіншісіне ing жалғанған. Дәл осындай формада болса, ол екіншісі object дегенді білдіреді. Көріп тұрсыз? Бір етістік, екіншісіне ing жалғанса, бір етістік, екіншісіне ing, бір етістік, екіншісіне ing, бір етістік, екіншісіне ing жалғанса, мына жерде как object'тың рөлінде атқарып тұр, ал ең басында тұрса, subject'тың рөлін атқарып тұр. Сонымен қатар бізде балдар мына жерде айтылмады, үшінші признагі, үшінші hallmark, ол бізде кез келген preposition'нан кейін тұрады. Мысалға, of, in деген сияқты, кішкентай preposition бар ғой. On деген сияқты preposition, of деген, of айтым болады. Осындай preposition'нан кейін кез келген етістік ing түрінде болады. Осындай үш формасы бар, негізгі бізде келетін. Так, осыны міндетті түрде білулеріңіз керек. Так, егер де дәл осылай түсінікті болатын болса, үш түрлі бізде hallmark'ы, үш түрлі біздің признагі, онда сіздің білгеніңізді, немесе түсінгеніңізді, түсінбегеніңізді осы home task арқылы, үй жұмысы арқылы көруге болады. Так что дәл осыны, дәл қазір жасап жіберсеңіздер, так, кім бірінші болады, соны көреміз. Так, алдағы уақытта сәттілік, егер түсінбесеңіз, қайтадан бір рет қайталап қарап алсаңыз болады, толықтай түсіну үшін, өткені бізде герунди көбінесе келетін тақырыптардың бірі. И минимум дегенде одан 3 балл аласыз. Сонымен қатар, бағанағы етістіктердің тізімін дәл астына ссылкамен тастап кетемін, сол жақтан алып дәптерге жазып алсаңыздар болады. Әзірше барлықтарыңызға сәттілік, алда болатын ентіден барынша жоғары алып шығыңыздар. Сау болыңыздар.